Қызылордалық кеденшілер Түркиядан контрабандалық жолмен келген тауарды рәсімдеп берген. Бұл былықтардың бетін облыс прокурорлар ашты. Кеден қызметкерлері салмағы 269 келі тартатын ағаш өңдеу станогының иесін анықтай алмай, жалған құжаттар арқылы өзге адамның атына рәсімдеп жерген. Нәтижесінде Қызылордалық және Шымкенттік екі азамат әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жауапқа тартылып, сот үкімімен 64 мың теңге айыппұл төлеген. Қазірде аймақтың арнайы прокурорлары декларация толтыру заңдылығын өрескел бұзып, жазықсыз азаматтарды айыпқа тартқан кеденшілер ісін қарауда. Кедендік бақылау комитетінің қызметкерлерінің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабының екінші бөлімімен бұл қызметтік бабын теріс пайдалану деген қызметтік жалғандық 314 баппен және 348 бабымен бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы дәлелдемелерді бұрмалау деген баптармен қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда кінәлі адамдар анықталды. Сөйтіп бір контрабандаға қарсы күрес басқармасының қызметкерін аталған баптармен айып тағылып, қазір аяқталу сатысында қылмыстық іс.